Қазақстанда алтын өндірісіне ауадай қажет натрий цианидін өндіретін жалғыз зауыт өндіріс көлемін 2 есе ұлғайтпақ. Жамбылдағы Талас Инвестмент компания жылма-жыл 30 000 тонна химиялық өнім шығаруға ниетті. Өндіріс ошағында қазір құрылыс қызып тұр. Химиялық зауыттың екінші кезеңі аяқталғанда аймақ әлеуеті қалай түрленбек? Алып өндірістің агро салаға берері не? Нұрлан Асқары таразылап көрді. Еліміз алтын өндіру бойынша жаһанда үздік 10-қа кіреді, ал бағалы металл өндіретін натрий цианидсіз елестету мүмкін емес. Өйткені реагент алтынды өзге қоспалардан ажыратып алады. Талас Инвестмент компания зауыты да соңғы 10 жылда осы іспен айналысып келеді. Химиялық өндіріс орны 2014 жылдан бері елдегі алтын шығаратын зауыттардың сұранысын өтеп жүр. Былайша айтқанда, елдегі жалғыз ірі химиялық кешенге айналды. Первая очередь была профинансирована АО Банком развития Казахстана. В связи с ростом спроса на потребление цианида натрия золотодобывающими компаниями, акционерами было принято решение на начало нового инвестиционного проекта по увеличению производительности до 30 000 тонн цианида натрия ежегодно. И в качестве партнера по финансированию был выбран также АО Банк развития Казахстана. Қазір ішкі нарықта натрий цианидіне сұраныс артқан, өндіріс қуаты артқаннан кейін кәсіпорында қосымша 3 жаңа жұмыс орны ашылады. Сондай-ақ өнім экспорт ұлғаяды дейді Қазақстанның даму банкінің аға банкері Бақытгүл Бейжанова. Это снижает зависимость импорта, создает новые рабочие места. Также поддержка химической промышленности помогает Казахстану занять конкурентные позиции. Банк развития профинансировал в 2015 году на 49 миллионов долларов. В рамках увеличения мощности до 30 000 тонн Банк развития профинансировал на 17 миллиардов тенге. Зауыт басшылығына келешекте 30 000 тонна өнімнің 3-тен 2 бөлігін ішкі нарыққа жөнелтпек. 10 000 тоннасы экспорт бағытына шығарылмақ. Бүгінде кәсіпорын Қазақстаннан бөлек Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей мен Моңғолия мемлекеттеріне тауар жеткізіп отыр. Ал зауыттағы жұмысшылар саны қазір 600-ден асқан. Оның 80% жергілікті тұрғындар. Өндіріс ошағында зертханалық бөлімде тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Өндірістің өзіндік темір жол желісі бар. Зауыт құралдары болса Ресей мен Қытайдан жеткізілген. Жүйе толық автоматтандырылған. Айына 1200 тоннадан 1300 тоннаға дейін натрий цианидін шығара аламыз, шығарып жатырмыз. Жылдық проект бойынша қуаты 15 000 тонна натрий цианид. Кәсіпорынның бірегейлігі жұмыс барысында қалдықсыз технологияның пайдалануы. Атап айтқанда, қосымша өнім аммоний сульфаты агроөнеркәсіптік кешен үшін таптырмас тыңайтқыш болып табылады. Нұрлан Асқар, Жанболат Андабаев, Атамекен бизнес, Жамбыл облысынан.